Баршаға сәлем, сіздермен әдетінше мен Шолпан Сағадат. Бүгін әлемге төніп тұрған энергетикалық дағдарысты және Қазақстанда салынатын атом электр станциясы дұрыс шешім бе, жоқ па қарастырып көреміз. Не дегенмен қоғам бұл мәселеде екі ойлы. Сол себепті жаһандық проблеманы қозғау маңызды. Басталмас бұрын арнаға жазылып, лайк басуларыңызды сұраймын. Кеттік. Жаһандық энергетикалық тоқырау соңғы жылдары жиі бой көтере бастаған экономикалық дағдарыстың негізгі себебіне айналды. Энергетикалық қуат көздерін игерудің күннен күнге қиындау және бағасының қымбаттауы экономикалық дамудың болашағын тығырыққа тіреді. Осыған байланысты бүгінгі таңда адамзатты энергетикалық тоқырау, энергетикалық қатер және энергетикалық төңкеріс атты ұғымдар толғандырады. Әлемді мекендейтін 7 миллиард адамның шексіз энергетикалық сұранысын дәл бүгінгі күні көмір, мұнай, газ және уран арқылы өндірілетін электр қуаты қамтамасыз етуде. Судың да сұрауы бар демекші, қазір адамзат алдында энергетикалық тоқырау атты тығырық тұр. Сарапшылардың айтуынша, таяу болашақтағы 30 жыл ішінде мұнай, газ және көмір энергетикалық баланстағы өзінің көшбасшылық рөлін сақтайтын болады. Бүгінгі таңда жаһандық электр қуатына деген сұранысын 86,8% көмір, мұнай, газ және уран шикізаты арқылы қамтамасыз етілсе, 13,2% ғана балама және жаңартылған қуат көздерінің үлесіне тиесілі. Нақты болжамдар бойынша алдағы ширек ғасырда бұл көрсеткіш 80%-дан төмен түспейді. Демек, қанша балама қуат көздерін ойлап тауып пайдалансақ та, көмір, мұнай, газ және уранды алмастыра алмаймыз. Бүгінде бұл мәселе әлемнің ерекше назарында. Күні кеше Ақ үй газ бағасының қалпына келуіне байланысты мұнай өнеркәсібіне қысым көрсету науқанын күшейте бастады. Әрине, Байденнің жақтастары аралық сайлау алдында жанармай бағасының өсу салдарын тежеуге тырысатыны анық. ақш экономикасы барлық әлемнің экономикасына, нарығына әсер етеді. Сол себепті бұндай мәселелердің бізге де ықпал ететінін ескеріп отыру керек. Бұған қоса, бүгінде жаһандық отын дағдарысы бәсеңдемей, керісінше қарқын алуда. Солтүстік жарты шарда қыс басталғанға дейін табиғи газ тапшылығы мен бағасының 5 есе өсуіне мұнай тапшылығы қосылды. Жалпы Еуропалық одақ энергетикалық дағдарыстан шығудың амалын іздеп, соңғы күндердің өзінде қатарынан бірнеше жиын өткізді. Еурокомиссия президенті Урсула фон дер Ляйеннің айтуынша, Ресейдің Украинаға қарсы соғысы энергетикалық дағдарысты тудырды. Дегенмен Еуропаны энергетикалық нарықтағы салдардан қорғау үшін одақ көп жұмыс жасады. Әрі биылғы қысқа Еуропа дайын. Ал Ұлыбританияның электр желісі операторы, егер Ресей Еуропаға газ жеткізуді тоқтатса және Ұлыбританиядағы қоры өте төмен деңгейде болса, осы қыста елде электр қуатының үзілуі мүмкін екенін ескертті. Еуропалық одақ министрлері энергетикалық компаниялардан алымдар енгізуді қарастырып, алдағы уақытта газ бағасын көтеру қарастырылады деп мәлімдеді. Міне, ақш Еуропа энергетикалық дағдарыстан шығудың амалдарын қарастырып жүргенінен бұл мәселенің әлемдік экономикаға деген зор әсерін түсінуге болады. Ал енді соңғы жылдары Қазақстанда қызу талқыланып жүрген АЭС мәселесіне тоқталайық. Жалпы өткен ғасырда мұнай мен газды алмастыратын ең тиімді шикізат көзі атом энергиясы болды. Тіпті 20 ғасырдың 80 жылдарында Чернобыль АЭСында болған жойқын апат ешкімге тосқауыл қоя алмады. Тек Жапонияда 2011 жылы Фукусима 1 атом электр станциясында болған апат қана өркениет әлемін ойландырып тастады. Өнеркәсібі мейлінше дамыған Германия сияқты қуатты елдер атом энергетикасынан шұғыл бас тарта бастады. Қазір әлемде 450-ден астам АЭС жұмыс істеп тұр. Қуаты 1 миллион киловатт электр энергиясын өндіретін бір АЭС салуға 3 миллиард ақш доллары көлемінде қаржы жұмсалады. Сарапшылардың айтуынша, көмір, мұнай, газдан қарағанда осы атом арқылы алынатын энергия ең арзан. Ал арзан электр энергиясы ол дағдарысты жоюдың жолы, жаһандық экономиканың даму қарқынын арттыратын тың әлеует. 2014 жылы жүргізілген жұмыстың нәтижесінде Шығыс Қазақстан және Алматы облыстары табиғи климаттық, көлік инфрақұрылымын, антропогендік факторларды және экологиялық талаптарды ескере отырып, АЭС салу үшін қолайлы аумақ болып айқындалды. Елде атом саласын құру мен дамытудың алғышарттары бар. Ол уран қорының молдығы, уран өндіруші және өңдеуші өнеркәсіптің болуы. Уран қоры әрине мол, шығын аз болуы мүмкін. Дегенмен бізде атом, ядро саласын жетік білетін мамандар жоқтың қасы. Тоқ етері әр жағдайда таяқтың екі ұшы болатынын ескеріп, елдің болашағы үшін тиімді шешім қабылдау керек. Талқыланған тақырып бойынша ойыңызды видео астына қалдырыңыз. Қолдауларыңызға алдын ала алғыс білдіремін. Келесі кездескенше.